Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен емдік қасиеті бар шөп, көптеген ауруларға ем болатын, аптечкаңыздағы қымбат бір жерді емдесе, екінші жерді зақымдайтын дәрі-дәрмектен 1000 есе артықшылығы бар емдік шөп жол-жөлкенмен таныстырғым келіп отыр. Кез келгеніміздің есігіміздің алдында өсіп тұрған тегін емдік қасиеті бар шөп. Тегін кез келген заттарды дұрыс бағаламағанымыздай, аяғымыздың астында жатқан көптеген ауруларға пайдасы бар осы шөпті біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Жол-жөлкенмен іштегі және кез келген сырттағы жараларды жылдам әрі тегін жолмен аз уақыт ішінде емдеуімізге болады. Асқазан ішек жолының жараларын емдеу үшін біздер бірнеше тәсіл арқылы қолдансақ болады. Бірінші тәсілі, жол-жөлкеннің согын алып, таза балмен араластырамыз. 3 мезгіл бір ас қасықпен ішеміз. Тамаққа дейін 1 сағат алдын ішу қажет болады. Екінші тәсіл, күнде 2 ас қасық жол-жөлкен согын таңертең аш қарынға ішеміз. Ештеңе араластырмай-ақ тек согын ғана ішеміз. Немесе жапырақтарының өзін шайнап жеуге де болады. Татымына қарай тұз қосып, салат ретінде де қолдануға болады. Жол-жөлкен асқазанның жарасын ғана емес, сонымен қатар асқазандағы жалпы денеміздегі кез келген ісіктің көзін жоятын қасиеті тағы бар. Сыртқы жараларды емдеуге таңу әдісі арқылы қолданамыз. Әсіресе іріңді жараның іріңін сыртқа шығарып, жазылуын тездетеді. Кептірілген соғы шығарылған күйде де жараға таңуға болады. Жоғарыда атап өткеніміздей, аптечкадағы бірнеше дәрінің орнын бір өзі баса алады. Бұған дәлел келесі ауруларға да жол-жөлкенмен ем таба аламыз. Соның бірнешеуін атап өтейін. Біріншісі, тыныс алу органдарының аурулары үшін пайдаланылады. Жеңіл, сонымен қатар ауыр түрдегі тыныс алу жолдарының қабынуларын емдей аламыз. Мысалы, бронхит, плеврит, ларингит, тіпті туберкулезді де емдеуге болады. Қақырықты жөтел мазалағанда қақырықты шығару үшін, жөтелді басу үшін қолданамыз. Тамағыңыз ауырып шамалдасаңыз, жол-жөлкенді пайдаланыңыз. Химиялық және сәулелік терапия кезінде ішкі ағзаларды зақымданудан қорғайды. Иммунитетті көтеріп, қан қысымын ретке келтіреді. Жол-жөлкеннің 3-5 грамын тұқымын күнделікті қолдану бедеуліктен емдейді. Диарея кезінде, яғни іш су болып өткен жағдайда жол-жөлкенді суға қайнатып, ішу арқылы ішіңіз әп-сәтте қалпына келеді. Жол-жөлкеннің қайнатпасынан жасалған маскалар бет терісін жаңартады. Жол-жөлкенді балғын күйде ғана емес, мамыр-тамыз айларында теріп, қараңғы күн сәулесі тікелей түспейтін бөлмеде кептіріп, кез келген мезгілде қолдана аламыз. Сіздерге бүгінгі мәліметіміз пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге берер кеңесіміз кәдеңізге жарасын.